Базарда баға қымбаттап кетті. Депутат демалыс күндері базарда аралап көріп, осындай шешімге келіпті. Бұл Жанарбек Әшімжан бір демалысынарына базарға барып көрген ғой. Сөйтсе, министрлер міндетін атқармай отыр екен. Картоп, май, қант, жеміс-жидек, макарон, қысқасы әлеуметтік маңызы бар тауарлар қымбаттап кетіпті. Жауапты министр мұның бәрі уақытша деп жауап беретін көрінеді. Қаншалықты уақытша? Сіз өз орныңызды босатқаныңыз шама? Біріншіден, Жанарбек мырзаның депутат болып сайланғанына 4 айға жақындап қалды. 4 айда бірінші рет базарға барып тұр ғой сонда. Екіншіден, тек Жанарбек мырза емес, басқа депутаттар да халықтың деңгейіне түссе екен. Картоп пен сәбізді сіздерде тұтынасыздар ғой. Үшіншіден, әлеуметтік маңызы бар тауарларды қымбаттатуды тоқтатайықшы. Өздеріңіз жейтін креветка, устрицаның бағасын